Сәлеметсіңдер ме балаларым? Бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдаймын. Біз бүгінгі сабақта заттардың орнын білу деген тақырып бойынша жұмыстаймыз. Мұғалімдерің экранға 3 түрлі сурет орналастырдым. Осы суреттердің айырмашылығын жақсылап қараңдар. Неге мына суреттердегі бейнелер үлкен кішкене болып бейнеленіп тұр деп ойлайсыңдар? Ең алғашқы суреттегі адамдар неге үлкен кішкене болып бейнеленген? Келесі суреттегі құстар неге үлкен кішкене? Ал келесідегі ормандағы ағаштар неге үлкен кішкене екенін сендер өздерің жақсылап қарап ойланыңдар. Және де отбасындағы адамдардан да сұрап әңгімелесіңдер. Мына суреттердегі ар жағына орналасқан бейнелер кішкене, бер жағына орналасқан бейнелер үлкен болып көрінетінін сендер байқаған боларсыңдар. Олай болса, біз бүгінгі сабақта қандай да бір бейнені суреттеп сызғанда, немесе туынды жасағанда, бер жағына орналасқан затты үлкен етіп, ар жағына орналасқан затты кішкене етіп бейнелеу керек екендігін түсінеміз. Біз бүгінгі сабақта осы біліп алғанымызды кеңейтіп, сызатын суретімізге пайдаланатын боламыз. Ұстаздарың сендерге бір мультфильм дайындап әкелді. Осыны барлығымыз отырып тамашалап алайық. Hold on a second. That guy's the king? He's gotta have the eggs with him in the castle. What the heck's a castle? And that's where we're going. Hey guys, do you remember everything you learned in my class? Yep. Nope. What class? Well, forget all of it for now. Now it's time to let loose. Oh, good, because I never learned anything anyway. Oh, me neither. I actually just came to socialize. I came for the snacks. You don't happen to have any now, do you? Ooh, deep breath, deep breath, deep breath. How are we gonna get over those walls? I'll tell you how. We're gonna fly. Remember, the goal is the castle. Get to the castle. Who wants to go first? Over here! I Me, do. Me! Hey, all right, Matilda. Always a bridesmaid. Step right up. Keep your wings, legs, and beak inside the slingshot Shoot at all it! times. Okie doke. And a wall, and a wall. Take that, porkers! Boom, baby, boom! Well, how about that? My teacher can shoot fireballs out of her butt. You, what's your name? Hal? I've seen you do something strange before, right? Let's see. I'm really Doesn't good matter. at Launch him. doing Oh, this guy looks good. He's gonna make it. This is incredible. We're witnessing history right now. Nope. Hey, he's coming back. He's coming. Duck. Get down. Did we win? No, not quite yet, buddy. We're still tied. Hey, can we get an ice pack for Hal? Medic! All right, who's up next? Whoa, 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 whoa. What can you do? Need a tissue? Who's next? We need flyers, not stand-byers. Let's go. You go out there and you show them how frightening mimes can be. Yeah! Oh my God! We're having a feast. We're eating the eggs. Gonna have a big feast. Gonna eat all the eggs. What? What is that? Мультфильм сендерге ұнады деп сенемін. Бұл мультфильмді сендер жақсы білетін, көруге өте құмар, Angry Birds, яғни ашулы құстар деген мультфильм болатын. Мұны сендерге арнайы дайындап әкелдім. Мультфильмді арасында тоқтатып тұрдық. Бұл доңыз бен құстардың бір-біріне шабуылдасқан жерлерін мұғалімдерің тоқтатып көрсеттім. Бұдан кейінгі шығатын іс-әрекетін сендер өздерің ойларыңнан шығарып сызыңдар. Мұғалімдерің сендерге үлгі ретінде Angry Birds мультфильмінің кейіпкерлерін сызып көрсетсін. Мен сурет салуға арналған ақ парақты көлденеңінен орналастырдым. Қағаздың сол жағына Angry Birds'те шығатын жартасты сызамын. Бұл жартастан келесі жағына секіреді деп ойлап сыздым. Оң жағына шошқаның үйін сызайын. Ол үшін кез келген
тік төртбұрышты сызып аламын. Мына жақ жанына үшбұрыштап сызайын. Онан төмен қарай түзу сызықтар арқылы үйдің қабырғаларын өте оңай жолмен сызып алуға болады. Міне, енді терезелерін сызамын. Мұны өз қалауларыңмен орналастырып сызуларыңа да болады. Үйдің астыңғы жағына міне мынадай сызық сызайын. Мультфильмде көргендеріңдей шошқаның үйі міне мына тектес болатын ғой. Екі жақ жанын сызып алдық. Енді мұғалімдерің мультфильмнің негізгі кейіпкерлері шошқа мен құстарды сызам. Ең алдымен ең бер жағында тұрған шошқаны сызу үшін үлкендеу етіп домалақ пішін сызамын. Оның ішіне қайтадан кішкене домалақ сызамын. Кішкене домалақтың ішіне онан да кішітіп екі тік сопақша сызып, оны бояйын. Бұл оңай жолмен шошқаның мұрнын сызып алдық деген сөз. Одан кейін үлкендеу етіп, домалантып, әдемі көз сызамын. Көзінің ішіне қарашығын сызып, оны жылтырап тұрғандай етіп әшекейлейміз. Қарашығы неғұрлым әдемі сызылса, көз соғұрлым әдемі көрінетін біз жақсы білеміз. Міне шошқаның негізгі бет пішіні шығып келді. Қасын өз фантазияңа сәйкестіріп, әр қалай сызуыңа да болады. Мұғалімдерің үшбұрыш қылып сызайын. Енді аузын жылап тұрғандай етіп сызып көрейін. Тістерін доғалдап сызамын. Міне үңгіре бөрттің шошқасы дайын болды. Басына әшекейлеп мынандай шошқаның кейкілін сызсын. Міне бірінші кейіпкеріміз дайын болды. Енді мына жерге келесі негізгі кейіпкер құсты сызайын. Ол үшін тағы да домалақ сыздым. Тұмсығын үшбұрыш сызықтармен бұлай оңай бейнелеп сызуға болады екен. Басына мынандай әдемілеп, сопақшалап айдар сызамыз. Көзін де алдында сызғандағыдай өздеріңе ең оңай жолмен сызуға болады. Міне құсымыз да дайын болып қалды. Негізгі екі кейіпкерді сыздым. Бұл екі кейіпкеріміз екі жаққа қарай мультфильмдерде шығатындағыдай күшті секіретіндіктен арт жағына мынадай сызықтар сызайын. Жартастың үстінен құстар секіріп тұрған айыр садақты міне бұлай белгілейін. Құстар секіріп келетін айыр садақ. Осы айыр садақ арқылы секіріп тұр ғой. Оңай сызылып жатыр ма? Бер жағында тұрған кейіпкерлерді міне бұлай белгілеп алдық. Енді ар жағын орналасқан кейіпкерлерді сызу үшін біз оларды мына кейіпкерлерді кішкене етіп сызамыз. Бер жағындағы кейіпкерлер үлкен, ар жағындағы кейіпкерлері кішкене болады. Ендеше мына жерге шапшаң құсты сызып жатырмын. Үшбұрыш бейнемен бейнелеп сызып жатырмын. Сүйкімді көріну үшін шаш, құйрық сызайық. Ал енді көзі міне. Шапшаң өкіні кішкене етіп сызып бейнеледім. Бұл құста айыр садақтың көмегімен шошқаның үйіне қарай ұшып бара жатыр деген суреттеп тұр ғой. Енді мына жерге туатын тауықты сызамын. Сопақ дөңгелек сыздым. Тұмсығында сопақ дөңгелекпен сызамыз. Шашын және құйрығын салайын.
Неғұрлым оңай тәсілмен өзіміз сүйіп көретін мультфильм кейіпкерлерін сызып алуға болады екен ғой. Сендер өз қалауларыңмен өздеріңе ұнаған құстарды қосып сызуға да болады. Құстар жаққа ұшып келген шошқаны мына жерге сызуға болады. Неғұрлым оңай жолын тауып, сендерде сызып отырған жасындар. Еркін, өз қалауыңмен болсын. Міне мынадай етіп, бер жағындағы үлкен қылып, бер жағындағыны, ал ар жағындағыны кішкене қылып сызатылым бойынша сызып алдық. Енді мұғалімдерің әшекейлеуге кіріссін. Сендер өздерің өрбітіп, әр түрлі құстарды бұған да қосып сыза берулеріңе болады. Сызылып біткен суретімізді енді бояуға кірісейік. Артқы фонын мен көк түске бояйын. Олар кеңістікте өзара ұшып жүргендіктен мен артқы фонын көк түске бояғанды жөн көрдім. Бояғанда тегіс етіп, біркелкі қылып боясаңдар, туындыларың өте әдемі болып көрінеді. Таза бояңдар. Енді бұған көк түсті түрлендіріп, не ашық көкпен, не барандау көкпен үстіне бояп әшекейлеулеріңе де болады. Мен алдымен ашық көк түсті пайдаланған. Енді барандау көкшілтті өңмен үстінен басып әшекейлейін. Өңнің айырмашылығына назар аударыңдар. Мұны өз қалауларыңменен сәндейсіңдер. Қай жеріне қара көк түсті таңдайсың, қай жерін ақ түспен қалдырасың, ол сенің өз қалауыңда. Міне фонын бояп негізінде болдық. Енді негізгі және көмекші кейіпкерлерді бояймыз. Шошқа қандай түсті еді? Шошқа жасыл түсті болатын. Міне шошқаның бетін жасыл өңмен бояп жатырмын. Шошқаның бетінде көлеңке түсіп тұрған жерін барандау жасыл өңмен бояуға болады. Бояған кезде бейнені сызған сызықтан асырмай бояңдар. Себебі сыртына шықса ол жаман көрінеді. Енді мұрнының түсін бұдан көрі кішкене барандау жасыл өңмен бояйын. Мына жерде мұрны бері қарай шығып тұрғандай көрінеді, қарасында. Ал ендеше төбесіндегі тәжісін сары өңмен бояйын. Тәжісіне әр түрлі әшекейлеп көздерді орналастыруларына да болады, оны сенің өзің қалауың білсін. Енді мына құсты ашық қызыл өңмен бояйын. Көзінің тұсын бояуға болмайды. Бетін ғана қызыл өңмен бояп шығамыз. Мұғалімдерің қиғаштап, түзу сызық сызу арқылы бояп жатырмын. Сендер де осылай бояңдар. Бір жерді қайта-қайта үст-үстінен батырып бояй бермеңдер. Бетін қызылмен бояп алып, аузының үстімен айдарын көлеңке түсіп тұрған сияқты етіп, күрең өңмен бояңдар. Тұмсығын сары түспен бояймыз. Қызыл сары болса да болады. Сендер өздеріңде бар түспен қандай өңге бояғың келеді, сонымен сәйкестіріп бояңдар. Өз қалауыңа сәйкестіріп, өзіңде бар түсті пайдаланып істеңдер. Бұл тек қана сенің өз қалауыңмен істелініп жатқан туынды болғандықтан, мұның өңін өзің таңдайсың. Артындағы өкіні сары түске бояйық.
бояғанда асықпай, сыртына бояуды шығармай, әдемілік бояу керек. Асығып істелген еңбек ешқашан әдем болмайтын, есіңнен шығарма. Жұмыртқалайтын тауықты өзіміз өң таңдап бояйық. Негізінде бұл құс ашық сарғыш түсті болады, мұғалімдерің сияқ үлгін өң таңдап боясын. Ал оның өңін сен өзің таңдап басқа түс болдыруыңа да болады. Құйрығын сарғыш түс. Құйрығының өңін қанық көк түспен бояйын. Тұмсығын қызыл сары өңге бояймын. Мына чошқаны жасыл түспен бояйын. Міне суретіміз негізінде боялып болды. Енді екі жақ тіршілік ететін жерлерін боясақ, суретіміз сызылып дайын болады. Айыр садақты мұғалімдерің қоңыр түспен боясын. Енді жартасты міне былай бояйық. Артқы жағына көлеңке түсіп тұр деп ойлап, кішкене ашықтау етіп ашық қалдырып кеттім. Жартас өзіне жартас болғандықтан әртүрлі өң араластырып, әшекейлеулеріңе де болады. Артқы жағына көлеңке түсіп тұрғандай етіп ойлап, кішкене ашықтау түспен бояу үшін. Қара сызықтармен мынандай белгі салдық. Жартасымыз да сызылып болды. Енді чошқаның үйін бояйық. Алдымен астындағы тағанын қара түспен төмен қарай зигзаг қылып сыздым. Міне, онымен фломастермен сыздым. Енді жасыл түспен тігінен бояймын. Бұл жоғары қарай өсіп тұр деген мағынаны білдіріп тұр. Сондықтан тігінен бояп жатырмын. Ал үйдің чатырын қызыл өңмен бояйын. Жалпы балалар неғұрлым көп түспен алалап боясаңдар, суреттерің әдемі көрінеді. Енді чатырдың алдыңғы жағын қызыл сары түспен бояймын. Қабырғасына қоңыр түсті таңдадым мен. Оны енді өзің қандай түспен бояғың келеді, сонымен бояуыңа болады сен. Есігін мұғалімдерің өзің қалаған өңмен боя. Мен чошқаның үйі болғандықтан, чошқаның өңі жасыл болғандықтан, чошқа жасыл өңге құмар шығар деген оймен мен жасыл түске боядым. Ішкі жағында жасыл обойы бар деп ойлап, терезесінде жасыл түске бояп жатырмын. Осымен біздің бүгінгі сызып отырған туындымыз сызылып болды. Біз бұл туындымен бер жағында тұрған нәрселерді үлкен болдырып, ар жағында тұрған нәрселерді кішкене болдырып сызып үйрендік. Осы бойынша сыздықта міне біз өзіміздің көрген мультфильміміз бойынша сурет сызып шықтық. Сендер өздерің сүйіп көретін мультфильмдеріңнен өзіңе ұнаған жерін тоқтатып қойып, осылай ондағы кейіпкерлердің суретін салуға да болады екен. Көңіл қойған тыңдағандарыңа рахмет, сау болыңдар.